Қайырлы күн, достар. Бүгін біз сіздермен бірге жалпы комикс дейтін нәрсені қалай дайындаймыз, қалай жасаймыз деген бағытта сөйлесетін боламыз. Комикс деген нәрсе қазіргі уақытта мұғалімдердің арасында өте қатты сұранысқа ие және ашық сабақтың барысында өте қатты бағаланып жүр деп айтуға болады. Енді бұл комикстарды қалай жасаймыз? Ең бірінші комикс жасау үшін бізге кадрларды дайындап алу керек және соған сәйкес келетін кадрларға сәйкес келетін суреттерді дайындау керек, иә. Ең бірінші біз кадрларды қай жерде дайындаймыз? Ол үшін біз чат GPT-ға саламыз және чат GPT арқылы промпттар жазып аламыз. Ең бірінші сценарий дайындауымыз керек. Мысалға, мен шалқан ертегісін жасағым келеді деген сияқты, немесе бір бауырсақ ертегісін құрастырғым келеді дейік, иә. Бауырсақ ертегісін құрастырғым келеді деп айтсақ болады. Құрастырғым келеді. Маған 10 кадрдан тұратын сценарий құрастырып бер деп жазамыз. Яғни өзіңізге қандай не нәрсе керек, қандай ертегіні құрастырасыз, немесе қандай комикс құрастырасыз, соған сәйкес келетін етіп жазсаңыз болады. Толығырақ промпт берсеңіздер, мысалы үшін комикстің негізгі идеологиясында балаларға бауырмалдықты үйрету керек, немесе жаңағыдай пысықтықты үйрету керек деген сияқты неше түрлі тақырыптарды өзіңіз таңдайсыз да, сосын чат GPT-ға енгізіп қойсаңыз болады. Чат GPT соған сәйкес келетін кадрларды құрастырып береді, сценарий құрастырып беретін болады. Құрастырып бер дейміз. Осылай жасайық, иә. Қазір бізге бұл не істейді, сценарийді құрастырып беретін болады. Төменде бауырсақ ертегісінен алынған 10 кадрдан тұратын қысқа нұсқа ертегі. Ауылдың ішіндегі ата мен әженің үйі дейді, қарапайым дастархан бос дейді, әже ұн жасап жатыр, тағы бірдеңе дейді. Мінекей бізде кадрлар дайындалып шықты. Енді осы кадрларға сәйкес, осы сценарийға сәйкес кадрларды дайында дейік. Сценарийға сәйкес кадрларды дайында деп айтамыз. Бұл жерде бұл суретті автоматты да шығарып беруі мүмкін. Кадрларға арналған мен промпттарды дайында деп айтайын, иә. Кадрларға арналған промпттарды дайында. Мен бұдан комикс жасаймын деп не жасайтынымызды ескертіп қояйық. Комикстар дайындаймын. Қазір маған құрастырып беретін болады. Әрбір кадрларды 10 түрлі кадрды дайындап беретін болады. Бірінші кадр дейді, ауылдың ішіндегі тыныш ауылдың көрінісі дейді. Күндізгі балаларға арналған комикс стилі дейді. Мына жердегі маған промпттағы комикс стилі деген нәрсе маған дұрыс өтпей тұр. Мен бұны қалай жасаймын, қалай өзгертемін? Қазір күтеміз, иә. Маған мен Leonardo AI жүйесінде сервисінде суреттер дайындаймын. Суреттер әдемі болу үшін кадрларды қараңыздар. Кадрларды біз Disney стилінде деп атайық. Disney стилінде дайында дейді. Дайындау керек. Маған әр кадрдың JSON prompt дейтін нәрсе бар бізде. Бұл бізде кадрларды жақсырақ түсіну үшін керек. JSON промпттарын дайындап бер дейміз. Тура осылай бізге әрбір кадрдың суреттеріне керекті JSON prompt жасап береді. JSON promptты жасаудың арқасында біз қалай айтсам екен, дұрысырақ шығарамыз деп айтайын, иә. Бұл жерде промптты өздеріңіз көріп тұрғандай ағылшынша жасайды, өйткені ағылшын тілінде жақсырақ жұмыс жасалатын болады. Одан кейін біз Leonardo AI сервисіне кіреміз. Google-ға жазсаңыздар осы сервис шығады. Get Started батырмасын басасыздар. Басқаннан кейін мінекей бізде тура осындай бөлім шығатын болады. Біз не істейміз? Image бөліміне қарай өтетін боламыз. Өзіміздің Google аккаунтымыз арқылы тіркелі болсақ болады. Өйткені Google аккаунт арқылы тіркелген кезде бізге күнделікті 150-ге жоқ кредит береді. 150-ге жоқ кредиттің әрқайсының бір 25 кредиті бір сурет дайындауға кететін болады. Біз сол суреттерді дайындау үшін осылай қолданатын боламыз, құрметті әріптестер. Енді қараңыздар, мінекей мен алдыңғы кадрларды тура осылай жасаған болатынмын. Мына жерге мен не істеймін?
жаңағы JSON промптты қоятын боламын. Сіздерде басқа модель тұруы мүмкін. Мінекей тура осы жерде 150 деп тұр. Ол күнделікті бізге беріледі. Жаңа аккаунтпен 2-3 аккаунтпен кірсеңіздер, толыққанды кадр жасап алсаңыздар болады, иә. Енді қараңыздар, мына жерде бізде неше түрлі бағыттағы нано, банано, тағы бірдеңе деген сияқты сурет құрастыратын сервистің түрлері көрсетіп тұр. Енді қараңыздар, нано, банано бізде 140 кредит құртады. Бірақ соған сәйкес качествосын жақсы жасап беретін болады. Мен араларыңызға қолдануға кеңес беретін бұл біздегі Flagstaff деген, яғни бұл арзан деп айтуға болады. Сосын осы жерде 25 кредитпен бір сурет дайындап беретін болады. Одан кейін бізге қандай форматта керек? Мысалы үшін мына жерде суреттер костюм деген жерден қараймыз. Instagram форматында көруге болады, Google форматта көруге болады, TikTok форматта көруге болады суреттерді дайындап, иә. Тура осылай дайындап шығатын боламыз. Medium дейміз, содан кейін бізде small деген таңдаймыз, өйткені бұл бізде кредиттарды үнемдеуге көмектесетін болады. Енді generate батырмасын басатын боламыз. Бізге жалпы қандай форматта болатындығын мына жерден көрсетіп береді. Осы жерден бірнеше суреттерді алғаннан кейін скачать етіп алып алатын боламыз. Качествосы өте жақсы шығады, ол жағынан еш уайымдамасаңыздар болады. Мінекей, маған мысалы үшін мына сурет ұнап тұр. Тура осы суретті аламын да мен не істеймін, скачать етіп аламын. Бұл кейін маған комикс дайындауға көмегін тигізетін болады. Енді бізде екінші кадр бар. Мінекей екінші кадрға келеміз. Тура осы екінші кадрды аламыз да копировать етіп, тура мына жердегі промптты өшіріп тастаймыз. Сосын оның орнына өзіміздің жаңағы алған екінші кадрды не істейміз, жүктейтін боламыз. Жүктегеннен кейін generate батырмасын тағы да басамыз, бізге екінші суреттерді құрастырып беретін болады. Мінекей әдемі суреттер, өздеріңіз көріп тұрғандай, ата мен әженің суреттерін көруге болады. Қазір бізде дайындап жатыр. Мінекей әжеміз бізде бауырсақ дайындап жатыр. Тура осы кадрды алатын боламыз келесі суретке. Енді бізде үшінші кадр бар. Үшінші кадр бізде не еді? Мына жақтан қарап болсақ болады. Мінекей пештен жаңа піскен алтын бауырсақ дейді. Тура осылай шығарамын екен, қазір көрейік. Егер шықпай қалатын болса, өзіміз сол промптты қайтадан жазатын боламыз, өзгертетін боламыз деген сияқты. Енді мінекей қазір бізде уже бірнеше секундтан кейін жаңа сурет дайындап береді. Осы жаңа суреттің барлығын біз қолданатын боламыз. Мінекей бауырсақтар пісіп жатыр екен. Тура осы суретті алуға болады, немесе мына суретті алуға болады. Осы суретті алып скачать етіп алатын боламыз. Алғаннан кейін енді қараңыздар, бізде бұл суреттердің барлығын бір жерге біріктіру керек. Ол үшін біз Canva сервисін қолданамыз. Canva-ға енді қалай тіркелу керектігін көрсету қажет жоқ деп ойлаймын. Canva-ға осылай кіресіздер. Кіргеннен кейін бізде форматы Instagram форматта болғаннан кейін Stories форматта тура осы форматта таңдаймыз. Және осы жерге біз өзіміздің жаңағы алған суреттеріміздің бәрін істейміз, жүктейтін боламыз, құрметті әріптестер. Мінекей жан-жағын сәйкестендірейік. Сәйкестендіреміз. Одан кейін екінші суретті жүктейміз мына жаққа қарай. Екінші сурет қайда? Оларды да сәйкестендіріп шығатын боламыз. Үшінші суретті жүктейміз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай. Және төртінші суреттерді дайындап жіберейік. Бізге чтобы толығырақ кадрлар көбірек болу үшін және түсіндіре алу үшін мына жаққа қарай өтеміз. Қайтадан жаңа кадрды дайындайтын боламыз. Бұл жерде бір ерекшелігі, қалай айтсам екен, бұл жерде біздің кадрларымызды өкінішке орай бірдей болмауы мүмкін. Жаңағы әйел адамның шаш ақ болуы мүмкін, біреуінде қара болуы мүмкін. Бірақ кішкентай балалар оған қатты бір көңіл бөле қояды деген, бөлмейді деген ойдамын, құрметті әріптестер. Мінекей мына жердегі кадрдан мысалы үшін мүлдем біртүрлі бір суреттер шыққан екен. Біз бұл кадрларды алып өзгертсек болады. Басқаша бір сурет жасап болған секілді. Мына жақтан өтейік, басқа кадрды алып қоя салайық. Оған біз не жасаймыз, ол кезде егер дұрыс емес болатын болса, ChatGPT-ға кіресіз, үшінші кадрдағы бауырсақтың суреті дұрыс емес, маған осындай форматта, осындай әдемі суретімен дайындап бер десеңіздер, жасап беретін болады ChatGPT, иә. Сол кадрлардың барлығын алып, қайтадан осы жаққа қарай жүктей бересіздер. Мінекей қоянмен кездескен сәтін көрсеткен екен. Қоянды кездестіріп қойған деп болған екен, бірақ енді бауырсақпен кездестіру керек еді, өкінішке орай. Жасанды интеллект болғаннан кейін бұл бірден түсіне қоймайды. Сіз қайта бірнеше промпттар беріп жасай аласыздар бұл суреттерді. Так. Біз мінекей мына жерге келдік. Енді қараңыздар. Бізде бірнеше кадрлар бар. Осы кадрлардағы ертегілердің барлығын бізде қарасақ, мына жақта тек қана кадрлар көрсетілген екен. Сценарийін дайындап бер десек болады, яғни айтатын сөздерін, басқаларын барлығын дайындап қоя аламыз. Немесе өзіңіз білетін сценарийлар қолданамын десеңіз, соны да қолдансаңыздар болады. Одан кейін мінекей мына жақта бізде суреттер тұр. Біз бұл жаққа өзімізге керекті тексттарды, мәтіндерді енгізетін кезде тура осылай
комиксқа деп жазатын боламыз. Комикс деп жазамыз, элементі бөліміне қарай өтіп, сосын бізде мінекей комикста қолданатын суреттер, картиналар, графикаларды көрсеткен. Мінекей мына жерде графика, мысалы үшін тура осыны қолдануға болады. Мына жерде ертеде бірнеше бала болыпты деген сияқты кадрларды қолдана беретін боламыз. Одан кейін мінекей тағы да мына жаққа өтеміз де бауырсақ дайындап жатқан дыбыстарды жасап қоюға болады, немесе әжеміз бауырсақ дайындап жатыр деген секілді мәтіндерді не істейміз, қоса береміз. Тексті бөліміне өтесіз, мына жерден мәтінді алып жаза беретін боласыз осының ішіне. Сөйтіп бірнеше мәтіннен кейін материалдар дайын болатын болады. Яғни біздің комиксіміз осымен дайындалатын болады. Бұл видеолардың барлығын әрине мен аса бір мән беріп мұқиятпен ойланып отырып жасап отқан жоқпын. Өйткені маған қазір бір идея жеткіліксіз болып тұр. Егер де сіз өзіңіздің ашық сабағыңызда қолданамын десеңіз, онда мына жердегі кадрлардың барлығын өзіңіз ойланып, әрбір кадрды бейнелеп жасап қойсаңыздар болады. Жаңағыдай ChatGPT-ға салып қойсаңыздар, сол кадрларды не істеп береді, дайындап беретін болады. Одан кейін қараңыздар, бізде мінекей осындай суреттер ашылды. Енді бұны біз қалай қолданамыз, комикс ретінде қалай ашып көрсетеміз деген сұрақ туындайды. Поделиться бөліміне өтесіздер, скачать дегенде басасыздар. Мына жерден стандартный PDF деген таңдайсыздар да, скачать етіп алатын боласыздар, құрметті әріптестер. Мына жердегі кейбір комикстар енді менде несі емес, платный версиясы емес, сондықтан да мына суреттерді не істеп тұр, менен алып тастап тұр. Сіз бұның орнына басқаша элементтерді қолданып комикстар дайындап қоюға болады. Мысалы үшін мінекей мынау тегін түрлері, осыларды қолдана беруге болады. Мінекей мына жаққа да өтеміз, мінекей тіпті тура осы жерге мәтіндерді қолдана берсеңіздер болады. Енді скачать етіп аламыз, бағана айтқанымдай MP4 емес, PDF файлда. Енді етілгеннен кейін бұл скачать етілген файлды біз мына жаққа кіреміз де, Heyzen деген платформа бар. Ол бізде кәдімгі қалай айтсам екен, кітап секілді ашуға көмектеседі. Мінекей Heyzen деп осылай жазасыздар Google-ға, және осылай бірінші шыққан сайтқа қарай өтетін боласыздар. Осы жерге бағанағы скачать етіп алған өзіміздің файлымызды, материалымызды жүктейміз, комиксімізді. Сосын бізге қалай кітап форматында ашылатынын көрсетіп тұратын болады. Мінекей мына жерден магазин деген таңдасақ, журнал форматында ашылып тұр. Келесі беттерді қолдана беретін боламыз. Мінекей тура осылай қолдана бересіздер. Екінші, үшінші беттерге қарай мәтіндермен болатын болса, комикс балаларға өте қызықты болады. Мына жерден қарасаңыздар, мінекей кітап форматында бар. Мына жерде қарасаңыздар, альбом форматы бар. Слайдер дейді, мінекей карта дейді форматта бар. Неше түрлі форматта өткізесіздер. Енді бізде комикс форматы болғаннан кейін магазин деген таңдаймыз. Сосын share flipbook деген таңдаймыз да, осыны сілтемені көшіріп аламыз. Көшіріп алғаннан кейін, мінекей мына жақтағы платформада ашсаңыздар, үлкен экранда бұл не істейтін болады, ашылатын болады. Оқушыларға бұл қызығырақ болады. Тура осылай кітаптарыңызда комикстар жасап бере аласыздар балаларыңызға. Бірнеше минут ішінде дайын болған комикстің барлығы балаларыңызға қызықты болады, және білім сапасын арттырады деген ойдамын. Бүгінгі сабақ пайдалы болған шығар. Сау саламатта болыңыздар. Тағы да осындай сабақтарды алдағы уақытта шығаратын боламыз.